Кейде бұл өмірде жалғыз қалғандай боласың. Өмірлік серігіңді еш уақытта жолықтырмайтындай сезімде боласың. Біреулерге Құдай бақыт бере салады. Енді біреулердің өмірі азапқа толы болатын емес. Бақытқа лайық екеніңді қалай дәлелдейсің? Қайтсем бар қиындықты жеңіп, махаббат сезіміне бөл. Бұл мүмкін бе? Әр әйел затының әйел бақытына құқы бар емес пе? Тек әркімнің оған барар жолы әрқилы. Әсия Алматыға Орал қаласынан оқуға келген. Ол жоғарғы оқу орнына грантқа түскен болатын. Әсия оқуға бар ынтасын салып, сабағын жақсы оқиды. Туыстары Болат пен Камиланың үйінде тұрады. Туыстарының Жанна есімді қыздары бар. Әсия екеуі бір оқу орнында оқиды. Бірақ Жаннаның сабаққа деген зейіні онша жоқ еді. Жанна, сен не істеп жатсың? Мен сабақ оқып жатырмын ғой. Қош, Неге маған кедергі жасайсың? не істеп жатырмын мен? Сен осы қандай адамсың, а? Өзім білем, жоқ екен. Өзім білем не істесем де, түсіндің бе? Оқы сабағыңды. Рахмет, қызым. Молодец, Асия. Олимпиададан бірінші орын алып, бәріміз бір қуанып тастадың. Қойныш аға. Ұялатын несі бар? Бұл орынды өзің жеңіп алдың. Шіркін-ай, біздің қызымыз Жанна да сен сияқты бізді қуантып тұрса ғой. Мама, бұл олимпиада кімге керек? Қазіргі заманда бір бет қағаз ешқандай рөл атқармайды. Жоқ, Жанна, үйтіп айтпа. Қателесесің. Бұл деген бүкіл отбасымыздың қуанышы. Соны айтам. Енді біз көршілердің алдында қуанатын боламыз. Ой, Қайын. Бол, жан, ренжіме. Әсия өте жақсы қыз. Ол үлкен қалаға келгелі бері құр қол отырған емес. Сабақты да жақсы оқиды, үйдің шаруасына да көмектеседі бізге. Ал Жанна, менің Жаннам, өте ерке қыз. Оны біз әбден еркелетіп жібергенбіз. Оның сұраған бәрін алып бере береміз. Ал ол Әсия сияқты жүлделі орын алған емес. мынауда бір келіп алып, менің ата-анама қағазға түскен жетістік сымақтарын көрсетіп мақтана берді ғой. Мен бәрібір де ол сияқты болмаймын. Ол келмей тұрып, өмірім тып-тыныш еді. Ата-анам да сол, Асия, осындай болсаң ғой шіркін. Қайдағы Асия? Оның қағазға түскен жетістіктері қазіргі заманда ешқандай рөл атқармайды. Қызық, қайда кетті өзі? Сіз не іздеп жатырсыз? Әмиянымды іздеп жатырмын. Кеше ғана осында салып едім. Не болды саған тағы да? Барып өз бөлмеңді жөндеп іздеп келсеші. Иә, мүмкін мен бір жерге қойған шығармын. Мама, сіз кеше дүкенде ұмытып кетіп едіңіз ғой бір рет. Мүмкін осы кезде де солай болған шығар. Ой, Құдай-ай, жетпегені осы еді енді. Жаннаның жақтыртпай жүргенін Әсия жақсы түсінеді. Өзін жақын тартып, бауырына басқан отбасын барынша ренжітпеуге тырысады. Алайда Жаннамен тіл табыса алмай қояды. Әсия қолынан келгенше Жаннаның көңілін табуға тырысатын. Ал, қыздарым менің, біз кешке дейін жұмыста боламыз. Үйдің бәрін жинап, тазалап отыра беріңдер. Сау болыңдар. Сау болыңыздар. Жолдарыңыз болсын. Рахмет. Болат аға мен Камила тәтен қатты жақсы көрем. Басында қорыққан мен Оралдан Алматыға келгенде. Бірақ содан кейін ұқтым, олар маған әрқашан қиын кезде көмектесетін. Бірақ Жаннамен тіл табысуға кішкене қиын екен. Өзі кішкене тұйық қыз ғой деймін.
мүмкін менен қашқақтайтын шығар, өзім де білмеймін. Бұл күнді Жанна мен Әсия бірге өткізген еді. Екеуі көңіл көтеріп сергіп қайтады. Мінезі жағынан тұйық болып көрінген Жанна мен Әсия тіл табысқан сияқты. Акция бітпей тұрып, өзіме аяқ киім алып беруім керек. Мен жаңа бір күшті көйлек көрдім, бірақ оны стипендия алғанымды күтем. Стипендия? Иә. Сен стипендияң ештеңеге де жетпейді. Стипендия жетеді, маған мысалы. Конечно. О, Жанна! Назар, сен мұнда не істеп жүрсің? Балдар күтіп тұрғам. Қасында кім? Бұл менің бөлем. Есім Асия. Назар, танысқаныма өте қуаныштымын. Бізге Жанна өзінің туысқандар туралы мүлдем айтпайды, әсіресе сіз сияқты сұлуды. Саған не бәрін айтуым керек па? Айтса не болады? Сендер бір универде оқисыңдар ма? Иә, сен де біздің универде оқисың ба? Иә, мен бірінші курс қатыстым. Ендеше универде жолғамыз десей? Иә, бірақ мен сабағым көп. Мұғалім жерде көп сабақ береді. Онда кітапханада. Сен достарың келе жатқан сияқты. Біз де асығып тұрмыз, пока. Жарайды, кездескенше. Осы бір Асия менің жыныма өте қатты тиеді. Оқудан басқа ештеңе көрмейді. Назарды түк түсінбеймін. Қарайтындым жері жоқ қой оның. Оқудан басқа не көріп жатыр? Мен бәрібір де ол сияқты болмаймын. Мәссаған, Жаннан туысы өте әдемі екен. Сабақты ғана ойлайтыны көрініп тұр. Бірақ бірінші курсқа келгенде бәрі сондай болады. Жарайды. Әйтсе де ақша көп жұмсатпайтын қыз екен. Әйтпесе мұнандай үлкен қалада бәрі бұзылған. Екеумізден жақсы жұп шығады деп ойлаймын мен. Жанна Әсияны үйге сүйреп апарғандай болды. Сіңлісіне көзі түскен Назарды ойлап, Жаннаның қаны қараяды. Әсия әпкесінің көңіл күйі жоқ екенін сезіп, кедергі келтірмей сабақ оқуға кіріседі. Жетер! Маған хабарласып берудің қажеті жоқ деп айттым ғой. Жоқ дедім ба, жоқ. Мен саған табам деп айттым. Қалай сөйлесем де өзім білем. Я, конечно. Короче, мен саған өзім хабарласам. Бәрі жақсы ма? Бәрі керемет. Енді теспеген сен қалып едің. Келесі күні Әсия топпен тауға саяхатқа бару үшін ақша жинау керектігі жайлы тапсырмалады. Курстастары оған ақша өткізе бастайды. Әсия ақша өткізгендердің тізімін жасап, дәптеріне жазып жүреді. Бұл тапсырмаға Әсия жауапты қарайды. Тізімін қайта-қайта тексеріп, ақшаны ұқыпты ұстайды. Әсияның бар ойы жауапты істі тапсырған ұстаздың сенімін ақтап, курстастарының көңілінен шығу болады. Ішім пісті. Қазір күте тұр. 48 мың, енді 2 адам қалды. Старысты болған қандай жаман? Данил, сен қашан келесің? Ақша жоқ, ертең беремін. Сен кеше деп айттың ғой. Старысты болған қандай жаман? Жүрсіңді қара енді. Ештеңе етпейді, маған қиын емес. Сен аңқау момын болған соң, барлық жұмысты саған арта салады. Мен Жарай. болсам келіспейтін ем. Жарайды, оңай маған. Сенің жалғыз жүргеніне де таңғалмаймын. Бар уақытыңда қайдағы бір нәрселерге жұмсайсың. Одан да бір өзіңе жігіт таппайсың ба? Ләззат, қайдағын айтпаш, қайдағы жігіт? Мен қызыл дипломға бітірем, маған сабақ оқу керек. А көңіліңнен шыққан ешкім жоқ па? Бір жігіт бар, кеше танысқанбыз, бірақ мен оны онша да білмеймін. Ол кім? Есімі Назар, біздің университетте оқиды. Оған құрмет грамотасын беру керек шығар. Оны көріп, рахмет деп айттым деп тұр. Болды, қойшы. Жоға, шын айтам. О, жаным, Әсия, сабағыңды тастап кішкене маған көңіл бөлсең қайтеді. Саған жігіт болып дауыспен жараспайды екен. Тырысып көрдім ғой енді. Ой, сабаққа кірсейік. Сабақ оқу керек, я болды. Әсия сабаққа тым көп көңіл бөледі. Ең болмаса арасында демалу керек қой. Оның менің өзіме жақын тартатыны қуантады әрине. Әйтпесе оқу деп оқудың соңында жүретін болса, өмір бойы жалғыз қалуы мүмкін. Шынымды айтсам, Назар маған ұнап қалды. Бірақ мен өзімді сабақты қалдырғым келмейді. Және Болат аға мен Камила тәтені де жерге қаратқым келмейді. Бірақ сонда да
Назармен сөйлесе бергім келеді. Ол жаман бала емес сияқты келді. Асия, О, Назар, привет. қалайсың? Жақсы. Сабақ бітті ме? Я біткен 1 сағат бұрын. Ой, менде сағат 4 кейін сабақ. Дұрыс, оқы. Оқып жалып кеттім, одан жұмыс істеген артық мен. Асықпа, бәрі өз уақытымен болады. Қайда баратсың? Мен үйге бара жатырмын. Айтпақшы, мен үйге киноға барғым келмей ме? Киноға? Иә, киноға. Киноға мен қаланы дұрыс білмеймін. О, жақсы болды. Менімен жүріп қаланы үйренесің. Қаланы үйренесің. Мен қаланы жақсы білем. Келесі жолы осы жолы үйге қайтайық. Онда келесі жол болса, қазір үйіңді шығарып салуға рұқсат етеді. Мақұл. Әсия Назардың көңіл бөлгеніне қатты қуанды. Университет алдында кездескендерін қайта көзіне елестетіп ойлай береді. Әсия өзін мұндай бақытты сезінген емес. Нәзік сезіммен ойға батқан күйде үйге асығады. Алайда үйде қандай жағдай күтіп тұрғанын білмеген еді. Тух, құрық беткір. Қайда кетіп қалды? Еш жерден жоқ. Құдай-ай. О, Асия, қалайсың? Жақсы, сіз не істеп жатырсыз? Алқамды таппай жүрмін. Менің алтын алқамды сен білесің ғой. Я, сіз осында қалдырдыңыз ба? Қалдырдым ба, қалдырмадым ба, есімде жоқ. Соңғы кезде не болып жатқанын түсінбеймін. Алдымен ақшам жоғалды. Енді міне алтын алқам жоқ. Жарайды, уайымдамаңыз, табылып қалар. Қараңғалғырай. Соңғы кезде не болып жатқанын түсінбеймін. Заттарым бірінен кейін бірі жоғалып, алдымен ақшам жоғалды. Одан кейін әшекейлерім жоғалды. Басында ойладым, өзімізден біреулер алып жүрген шығар деп. Бірақ Болат екеуміз өзіміз ұрламаймыз ғой. Ал қызымыз Жаннашы. Жанна туралы олай ойлағымда келмейді. Қызым күні бойы сабақтан қолы да тимейді. Мүлдем тіпті бөлмесінен де шықпайды. Миым ашып кетті. Алло, я, привет. Я, ага. Мынау несі? Масқара. Сұмдық қой мынау. Ой, Алла. Ой, Құдай. Не деген сұмдық мынау. Мен бөтен ешкімнің затын ақтарған емеспін. Аяқ астынан Әсияның сумкасының ішіндегі әмиянға көзім түсіп кетті. Іші толған ақша. Ойладым, мұндай ақша студентте қайдан болады деп. Бірақ жаман ойламауға тырыстым. Басыңа неше түрлі нәрсе ойлар келеді екен. Білмеймін не істерімді. Әсия, шайға жүр. Қазір. Әсия университетке кетеді. Назарды көруге асыққан еді. Оқуына кетіп бара жатып өзі нендей нәрсе күтіп тұрғанын білмеген болатын. Привет. Я деньги принес. Қазір мен сені жазып алайын. Болды, жазып алдым. Қайда кетті? Жоқ. Тек Амираным емес.
Әсия Оралдан Алматыға оқуға түсу үшін келген. Мектепті үздік аяқтаған болатын. Ойдағыдай оқуға түскесін университеттегі сабағын жақсы оқиды. Алматыда туысқандары Болат пен Камиланың үйінде тұрады. Туыстарының Жанна деген қызы да Әсиямен бірге оқиды. Әсия топпасы болғандықтан ұстазы ақша жинауды тапсырады. Алайда Әсия жинаған ақшаны жоғалтып алады. Бұл жағдайдан қалай шығатынын білмеген еді. Сұмдық, қалай жоғалтып алдым мен сол ақшаны? Қайда жоғалттым? Енді группаластарыма қалай қараймын мен? Олар мені өзінің қалтасына салып алды деп ойлайды ғой. Саған не болды? Ештеңе. Бірдеңе болғанын біліп тұрмын ғой, не болды деймін саған? Лош. Айтсаңшы енді не болды? Жинаған ақшаның бәрі жоғалтып алды. Қалай? Қай жерде жоғалттың оны? Мен жоғалтқан жоқпын. Үнемі сөмкемде жүретін. Енді қалай жоғалтып жүрсің сен оны? Әмиянымда болған. Демек ұрлап кетті. Мүмкін емес. Қалай ұрлайды? Сен қазіргі ұрыларды білмейсің ғой, Әсия. Олар деген көзді ашып жұмғанша ақшаны жоқ қылып кетеді. Ішінде қанша ақша бар еді? 50 мыңға жоқ. 50 мыңға жоқ? Не істейсің? Іздеймін. Мен оны табам. Ал Сабақ ше? Қайдағы сабақ маған? Таппағанша мен қайтып келмеймін. Әсия Әмиянын табамын деген үмітпен барлық жерді қарап шығады. Үйге жақындаған сайын жоғалтып алған Әмиянды табу мүмкін еместігіне көзі жете бастайды. Енді не істеймін? Ол көп ақша еді ғой. Алло, сәлеметсіз бе? Мен жұмыс істеп едім. Жоқ па? Жарайды. Болған жағдайдың бір амалын табу үшін Әсия уақытша жұмысқа орналасады. Қайда барса да тәжірибесі мол, күні бойы жұмыс істей алатын маман қажет. Туған туысынан ақша сұрап, оларды әуре қылғысы келмеді. Саяхатқа баруға бір ай уақыт бар. Сол уақытқа дейін ешкімге байқатпай, жоғалған ақшаны жұмыс істеп, орнына қоятынына сенімді болады. Сәлеметсіз бе? Мен Ерлан аға жолығайын деп едім жұмыс жайында. Сіз анау таң атпастан звондағансыз ба? Иә, мен. Бізге бастығымыз айтып еді, техничкадан басқа жұмыс жоқ екен. Техничка? Иә. Ұнамаса басқа жерге бара беріңіз. Жоқ, ештеңе етпейді, бола береді. Кейін өкініп қалып жылап қалмайсың ба? Жоқ, жыламаймын. Ал жалақысы қанша? Жалақысы сол 50 мың теңге ғой. Келсем? Иә, келсем. Келсесің ба? Иә. Жүр, онда мен саған көрсетіп жіберейін, қажет жоқ деген. Жарайды. Жүр. Енді не істеймін? Техничка болса техничка. Ең бастысы мен қарызымды осы жалақымен жабуға болады. Мен сабағымды да үлгергім келеді, жұмысты да істегім келеді, бәрін бірге үйлестіргім келеді. Бір жағынан қуаныштымын мен жұмысқа алғанына. Әсия. О, привет, Назар. Қайда барасың? Мен асығып тұрмын. Айтпақшы, екеуміз кездесеміз деп едік қой. Назар, не істеп кеттің? Киноға барамыз деп едік қой, есіңде ме?
мен 2 билет алып қойдым, үйде күтіп тұр. кешірші, келесі жолы иә, осы уақытым жоқ мен қазір. Назар, привет. Не істеп тұрсың? Ештеңе. Серуендеп қайтсақ қалай қарайсың? Таза ауа демалып дегендей. Қош, көңіл күйім жоқ мен. Қайдағы жоқ біреу менің бетімді қайтарды ма? Кеше ғана күліп жүреді, бүгін әдейі істеді ғой. Әлі артынан талай жүгіретін болады. Охо, Назарды көрдіңдер ме? Қыдыруға шақырсам менен ешқайда барғысы келмейді. Мені Асиямен салыстырып, Асияға ғашық болып жүр. Ата-анамның мақтаған әсет, енді қалған Назар соған өзінің көңілін аударып жүр. Жыным келеді тура. Алло. 5 минут сайын звондай бермеш, қазір барам. Түсіндім. Маған да осы керек. Ой, Асия, кездесіп қалғанымыз қандай қызық болды. Мама, сәлем. Асия, сәлем. Қалайсың балапаным? Жақсы. Жағдайыңыз қалай? Ой, жағдайым қалай болушы еді? Жұмыстан қатты шаршап жүрмін. Мама, мен сізге айттым ғой, сізге бұрыннан демалу керек. Иә, дұрыс айтасың, демалу керек екен маған. Онда мен қазір чай қойып келейін. Шай ішейік. Иә, сөйте қойшы балапаным. Отырып, жақсылап шай ішейік. Ой, қатты шаршадым, мен кішкене демала тұрайыншы. Мама, Ау, сіз онда демалып алыңыз, е? иә, кішкене демала тұрайын. Мен қазір келем. Ой, осылай тастап кетеді. Мынау не? Мынау менің алқам ғой. Қайда жүрсен де? Қандай алқа? Міне мынау. Әсия Алматыға Оралдан келіп оқуға түседі. Мектептің үздігі болған. Университеттегі сабағында жақсы оқиды. Туысқандары Болат пен Камиланың үйінде тұрып жатыр. Онымен бірге туысқандарының қызы Жанна да оқиды. Әсия топпасы болғандықтан ұстазы ақша жинауды оған тапсырады. Алайда Әсия жинаған ақшаны аяқ асты жоғалтып алады. Жұмысқа орналасып, жоғалтқан ақшасын қайтарғысы келеді. Жұмысынан ұялғандықтан Әсияның еден жуып ақша тауып жүргенін ешкім білмейді. Жанна анасынан ұрлаған алтын әшекейді Әсияның күртешесінің қалтасына салып жібереді. Қалтасынан әшекейін тауып алған Камила Әсияны ұрлық жасайды деп кінәлай бастайды. Алқан курткама қалай түсіп кеткенімді өзім де білмеймін. Себебі мен ешқашан ешкімнің затын алған да емеспін. Ол менің тәрбиеме ондай жатпайды, жат нәрсе. Тәтем маған енді бір ұрлықшы секілді маған қарайды көз. Енді мен қалай дәлелдеймін мен өзім ұрламағанымды? Мен мұндай деп мүлдем ойламаппын. Әсияны тәрбиелі қыз, үздік студент деп ойлап жүрсем, мүлдем қателесіппін. Менің үйдегі ақшамды да, әшекейлерімді де бәрін алып жүрген осы Асия екен. Масқара осы қызды басынан үйге қайдан ғана кіргізіп едім. Өзіме де обал жоқ. Істеп жүргені мынау. Бар нәрсені үйден тасып отырған ғой. Шыныңды айт, тағы не алдың? Мен сізден ешқашан ештеңе алған емеспін. Бетің бүлк етпей өтірігіңді айтып отырсың маған келіп. Мен сізге шын айтам. Сен өзіңді көрсеттің. 40 мыңдай ақшаны қайдан алдың? Группаға жинаған болатын, саяхатқа бару үшін. Саяхатқа дейді ғой. Шын айтам маған, сені шын айтам. Қайда қазір ол ақша? Жоғалтып алдым. Мынаны қара, жоғалтып алдым дейді. Мен шын айтам, тәте. Болат ағаң келсін, екеуміз сенімен жақсылап тұрып сөйлесеміз. Мен сенің өтірігіңе тойдым. Арсыз неме, ұятсыз неме. Не деген оңбағансың? Ұяттан жұрдай екенсің сен өзің.
Әсия ұяттан кірерге жер таппады. Далаға таза ауа жұтуға шыққанда Жаннаның ұял телефонымен сөйлесіп, біреумен ұрсып тұрғанын байқайды. Ей, ақшаңды қайтарам деп айттым ғой, не болды сонша? Сонымен қашан қайтарасың? Бүгін берем деп ойлағам, бірақ болмай қалды. Әзірше мынаны ала тұр. Мынаны? Мына затпен не істеймін? Ертең сен туғандарың арыз жазатын болса, мен де ұсталмам ғой. Ақшамен қайтаратын бол. Бүгін бермесем, бір аптаның ішінде қайтарам. Давай, сен сияқтыларды білем. Ақшағын аласың, қайтара алмай жесін. Ей, көп сөйлемеш. Қарызымды қайтарам деп айттым ғой, болды. Жарайды. Ертең өкіліп қалмай. Әйтпесе ертең басқа жолмен табатын боласың ақшаны, түсіндің ба? Бұны қалай түсінсе болады? Жанна бір қайдағы біреуге сонша ақша беріп, түк түсінсем бұйырмасын. Мүмкін ол бүкіл затты ұрлаған шығар, алқаны, ақшаны, сол қарызын өтеу үшін. Жанна бүкілін ата-анасын айту керек. Әйтпесе мен үйден қуып шығады. Жанна! Кім анау жігіт? Сен мұнда не істеп жүрсің? Мен бәрін естідім. Нені естідің? Сен екен бәрін ұрлаған. Сен басың істей ма? Ата-аналар мені көріп жүр, мен ұрлады деп. Айналайын. Проблемаңа мені араластырма, түсіндің ба? Бәрін естідім, сен ұрлықшы екеніңді. Ұятты. Екінші рет аузыңды ашатын болсаң, жаныңды шығарам. Енді мен аңдығаны қалып еді. Маған бірдеңе деуге қалай дәті барады оның? Одан басқа өзімнің шаруаларым да көп. Өзіне де сол керек. Енді ол менің орнымда болып көрсін. Келесі күні Әсия жұмысына барады. Жанна артынан аңдымақшы болады. Привет. Сәлем. Сәлем. Маған бір чай бере салшы. Шәмен бірге ештеңе жемейсің бе? Жоқ, керек емес. Неге? Ал мына пирожный біздің бардан сізде әдемі қызға кішігірім сыйлық. Рахмет. Бұл не деген ілтипат? Сіз барлық қызға өйстіп істейсіз бе? Жоқ. Бәрімен емес. Сіз сияқты әдемі сұлу қыздармен ғана. Болмай ма? Неліктен болмайды? Тиіспесең болғаны. Сен одан шамаған бір сұрағыма жауап берші. Айта бер. Ана техничка, тряпка. Қашынан бері бұл жерде жұмыс істейді? Қайсысы? Анау ма? Бүгін тек 3-ші күн ғана болды. Тез келеді, ешкімге қарамайды. Еден жуады да кетеді. Бар білетін сол ғана. Шын айтсам, маған техничкалар онша қызықтырмайды. Бәрің сондай болсын бар. Ау, не дедіңіз? Еш нәрсе. Айтқан нәрсеміз осы жерде қалсын. Сонда сен мен анау техничкамен сөйлеседі деп ойлайсың ба? Бірақ сұлу болса неге сөйлеспеске? Не? Қалжыңдаймын. Сіз онда маған телефоныңызды қалдырсаңыз. Неге қалдырмасқа? Сау бол. Менің уақытым жоқ. Тұра тұрыңыз, есіміңіз? Жанна. Жанна. Сау болыңыз.
Жанна Әсия көріп қалмай тұрғанда тезірек кетуге тырысады. Әсия оны байқамақ түгілі келіп кетуші жұртқа да қарауға шамасы болмады. Жинайтынын тезірек реттеп сабаққа үлгеруді ғана ойлаған еді. Оның үстіне жұмыс беруші дұрыс жиналмаған жерді қайта жинатқызатын адам. Алло? Алло, привет, қайдасың? Сабақ басталды. Мен жұмыстарым бар еді, бүгін келе алмаймын. Сен мүлдем келмейін дедің бе? Мұғалім сені сұрады ғой. Бірдеңке ойлап та бармын. Ертең де келе алмаймын. Апайға бірдеңке айта салшы. Жарайды. Пока. Әсия, отыр, сөйлесуіміз керек. Не болып қалды, Болат аға? Камила, сен куртканың қалтасынан алқасын тапқанын айтты. Мен оны алған жоқпын. Енді сен қалтаңда қайдан жүр ол? Оны Жанна салып қойған болатын. Не дейсің? Жанна, менің де Камила тәтенің де ақшасын ұрлаған болатын. Қарай көр мынаны. Менің қызымды енді жала жауып тұрсың ғой мен қызыма. Менің қызым ешқашан ұрлыққа барған емес. Ол біреулерге қарыз болып қалған, сол үшін ұрлаған болатын, қарызын өтеу үшін. Мен сенен көңілім қалды. Мен сені сондай мақтан тұтып жүредім. А сен істеген мынау, өз әпкеңе жала жауып, мұның дұрыс емес. Ол ақшаны да алқаны да ұрлаған болатын. Сенің үшін маған Болат аға. Доғар, болды, бар өз бөлмеңе. Сенің мәселеңді өзіміз шешіп аламыз. Не сұмдық мынау? Біз осы қызды әбден мақтап, асыра сілтеп жүрсек, бұл қыздың істегенін қара. Ұрлық үстінен ұстап алсақ та мойындамай тұр. Ал менің Жаннан болса, Әсия деп әбден бауыр басып баған, артынан қалмайды, шаң жуытпайтын. А бұл қыз болса, мен қызымды жала жауып тұр мен қызыма. Бұл не деген масқара. Ал менің Камилам болса, дұрыс айтқан екен, басында осы қызды кіргізбеу керек еді үйімізге. Құдайым-ау, Болат аға да енді маған сенбейді. Қалай ақталып шығатынын да білмеймін өзім. Осының бәріне кінәлі Жанна ғой. Бәрін ұрлап жүрген Жанна. Бірақ ешкім маған сенбейді. Енді мен жұмысқа тұрғалы университетке де көңіл бөлмеймін. Егер ағам мамама звондаса, мен ұрлық жасап жүр деп, мамам жүрегі тоқтап қалады ғой. Енді не істерімді де білмеймін. Көзім шұқылайым ба? Алло. Алло, Назар. Қалайсың, Жанна? Жақсы, мен сені ертең бір жерге шақырайын деп едім. Свидания ма? Жоқ, мен достарыммен болам, сен де кел. Олардың керегіне? Сен маған сенші, керемет шоу болады. Шоу? Көрек шоуыңды. Мекен жайын жазып бер. Жарайды, мен саған ертең мекен жайын жазып берем, солай ма? Аха, жарайды, онда Назар, сау бол. Мен Асияның сазайын бергім келді. Кім маған қарсы келеді, дәл осындай жағдайға түсетін болады. Ол менің ата-анама айтып, бәрі жақсы болады деп ойлады өдім. Ешқандай да жақсы болмайды. Жек көрем мен оны, қарғыс атсын. Ол ертең өзінің бұл жерде ешкім емес екенін түсінеді. Келесі күні Жанна Назарды бірінші курс студенттерін жинап, Асияның жұмысына ертіп апарады. Я, қызық екен, Жанка. Мұндай қызық көрем деп ойламаппын. Браво. Не істеп жүрсің деп? Көңіл көтеруге келдік. Я, шелекпен. Сен сияқты үздік оқушы бұл жерде еден жуғыш болып істейді екен ғой, а? Жанна, сен неге мені осылай істейсің?
Әсия Оралдан келіп Алматыға оқуға түседі. Мектептің үздігі болғандықтан университеттегі сабағында жақсы оқиды. Қазір туысқандары Болат пен Камиланың үйінде тұрып жатыр. Онымен бірге туысқандарының қызы Жанна да оқиды. Әсия топпасы болғандықтан ұстазы ақша жинауды оған тапсырады. Бірақ Әсия жинаған ақшаны жоғалтып алады. Жұмысқа орналасып, жоғалтқан ақшаны қайтармақшы болады. Әсияның еден жуып ақша тауып жүргенін ешкім білмейді. Туысының қызы Жанна біреуге қарыз екенін біліп, ақшаны сол ұрлағанын түсінеді. Ақыры қыздар сөзге келіп, Жанна Әсияның масқарасын шығару үшін достарын оның жұмыс орнына ертіп апарады. Масқара болдым. Жанна бүкіл группаластарымды ертіп келді. Солар бүкіл мен абыройымды төкті. Онымен қоса өз ұрлағаны аздай, және осы группаластарымды ертіп келгені өте жаман. Онымен қоса Назар да күлді. Одан ондайды күтпеп едім мен. Неге жылайсың? Бәрі мені көрді. Университетімен еден жуған мазақ қылдырып айтатын болды. Айта берсін. Сен саяхатқа бару үшін ақша жинауға тырысып жүрсің. Елден қарыз алғанша, қайта өзіңнің маңдай теріңмен тапқаның артық. Сен емес, қайта олар ұялу керек. Назар да көрді. Ол да олармен бірге күлді. Сен Назарың оңбаған екен. Денсау адам мұндайға күлмейді, білесің бе? Қайта оның қандай адам екенін білгенің дұрыс болды. Жанна бұның бәрін әдейі істеді. Мені кек алғысы келді. Болды, жыламашы енді, болды. Енді ол өзінің орнын білетін болады. Менің әке-шешемнің сеніміне кіріп алып, Назарды тартып алмақшы ғой менен. Бірақ ол ойы жүзеге аспайды. Мен оны асыртпаймын да. Өйткені мен оған жол бермеймін. Жанна жеңісін тойлап жатады. Ал Әсия болса, ағасы мен апасының шешімін күтуде. Ол өзін үйден қуып шығады деп қорқады. Алайда әрбір іс жаза жауапсыз қалмайтыны белгілі. Уақыт келе кез келген өтіріктің арты ашылатыны анық. Электрлік қызмет көрсетеміз. Қарыз болғандарды шығарып саламыз. Сен мұнда не істеп жүрсің, бізді көріп қою мүмкін. Мен өзім сол қалаға деймін. Сен әкеңе бара жатырмыз. Сен есің дұрыс па? Қарыз болған қалай екен? Ақшаңды беремін, алда осыны кетші. Қалғаны қайда? Осы аптаның ішінде беремін, кетші деймін. Мен саған айттым ғой. Басқа жолмен табасың ақша. Не? Дұрыс па? Енді кеттік машина. Бармай! Тоқтаңдар! Ай, кім беруге? Кім беруге? Кел! Ал, айтыңдар, не болды жаңғы жерде? Кім кінәлі? Өзіңіз көрдіңіз ғой жігіттердің тиіскенін. Әсия, сен немене үндемей отырсың? Айтсашы енді, шындықты. Асия, неге үндемейсің? Шыныңды айтсайшы. Қандай шындық түсіндіріп айтыңдаршы маған. Жаннаны жігіттерге үлкен көлемде ақша қарыз. Осы уақытқа дейін Асия емес, сіздердің қыздарыңыз Жанна оларға әшекейлері мен бұйымдарын сатып қарыздарын төлеп жүр. Сен не деп отырсың? Қандай оңбағансың? Қандай ұятсызсың? Не деп отырсың сен өзі? Жанна, осының бәрі рас па сол кезде? Не болып кетті сол кезде? Қызым, шынымен-ақ жаман ортаға түсіп қалғаның ба? Бұл қалай болғаны? Камила, тұра тұр, мен өзім сөйлесем Жаннамен. Жанна, айтшы, шын ба осының бәрі? Ләззаттың айтқаны рас па? Иә. Әсиядан әбден ұят болды. Біз сол қыздан күдіктеніп жүрсек, оның үстіне біздің қызымыз Жанна екен бәрін бүлдіріп жүрген. Оған кінәлі. Біздің де кінәміз бар деп ойлаймын. Өйткені біз оны әбден еркелетіп жібергенбіз. Бетін қайтармай алып бер деген затын бәрін алып бере береміз. Бізді сондай жағдайға қалдырғаны дұрыс емес болды. Мүмкін ендігі қайталанбайтын шығар деп ойлаймын осы зат. Барлығын істеп жүрген біздің қызымыз Жанна екен ғой. Менің ақшамды да, әшекейлерімді де алған сол екен. Тіпті Асияның группасына жинаған ақшаны да біздің қызымыз алды. Масқара. Мен олай деп қызымды ойлағандай емеспін. Сұмдық-ай, бізден берген тәрбиеміз осы шығар. Ел жұрттан ұят болды.
тіпті не айтарымды да, елдің бетіне қалай қарарымды да білмеймін. Қызым, бұл қалай болғаны? Мама, кешірші, мен бәрі бұлай болады деп ойлаған жоқпын. Әсия, қызым, кешіре көр бізді. Бізден бір ағаттық кетті. Асия, кешірші, мені өтінем. Мені құтқарғаның үшін рахмет, Асия. О не деген, сен үшін бәріне де дайынмын ғой. Асия. Мама, кешірші, мама. Бол, доғарыңдар енді мұндай қайталанбасын. Қойыңдар. Жүріңдер одандар, бәріміз отырып шай ішейік, жүріңдер. Ламашы болды. Кешірем мен сені. Болды балапаным менің, кішкентай ғана. Бәрінде кешірем мен. Кешіріңдерші мені. Әділдік орнады енді. Мен ата-анам кішкентай кезінен бастап үйрететін адал болуды, басқа біреудің ала жібін аттамауды. Бір жағынан жаннан да аяймын, ал екінші жағынан бұл оқиға маған сабақ болды. Әсия сабағына барып, өтіп кеткен бағдарламаны қысқа уақытта қуып жетіп алады. Назармен араласпайтын болды. Болған оқиғадан кейін ол жігіттің қандай адам екеніне көзі жетті. Жанна ендігәрі жаман ортаға түспейтін болды. Қазір ата-анасы оған бас көз болып жүр. Сыны оқимыз, содан кейін, бірақ оны бірінші назар салып оқу керек. Содан кейін сен оны мазмұндайсың. Ей, жарайды, Айша, құрсыншы. Оны сосын істейікші, қазір одан жеміс-жидек жей салайықшы. Ой, бұл жас кезінде мені өзіне осылай қаратқан. Сендер сияқты болған. Ой, жас кезде не болмады дейсің, бәрі болды. Қызда көп. Ата-анасының сеніміне қайта кіру үшін тырысуы керек. Болат ағасы мен Камила тәтесі Асияның ақшасын қайтарып, Асия тобымен ойдағыдай тауға шығады. Өтірік айтқан адам қанша жерден жасырса да, уақыт өте барлық өтіріктің бет ашылады. Ең өкініштісі, саған сенетіндердің алдында абыройыңнан айырылу. Өтіріктен аулақ болып, жақындарыңның сенімінен айырылмас үшін тырысып бағу керек. Осындай тату тәтті жүрсеңдер, бізге де жақсы болмыз. Біздің отбасымыз қандай бақытты десеңші, Иә, балапандарым менің осылай әрқашан бақытты сәттерімді көрген бізге қандай керемет. Білмеген болатын. Привет. Я деньги принес. Қазір мен сені жазып алайын. Болды, жазып алдым. Қайда кетті? Жоқ. Тек Амираным емес. Асия Оралдан Алматыға оқуға түсу үшін келген. Мектепті үздік аяқтаған болатын. Ойдағыдай оқуға түскесін университеттегі сабағын жақсы оқиды. Алматыда туысқандары Болат пен Камиланың үйінде тұрады. Туыстарының Жанна деген қызы да Асиямен бірге оқиды. Асия топпасы болғандықтан ұстазы ақша жинауды тапсырады. Алайда Асия жинаған ақшаны жоғалтып алады. Бұл жағдайдан қалай шығатынын білмеген еді. Сұмдық, қалай жоғалтып алдым мен сол ақшаны? Қайда жоғалттым? Енді группаластарыма қалай қараймын мен? Олар мені өзінің қалтасына салып алды деп ойлайды ғой.
Саған не болды? Ештеңе. Бірдеңе болғанын біліп тұрмын ғой. Не болды деймін саған? Нұр. Айтсаңшы енді не болды? Жинаған ақшаның бәрі жоғалтып алды. Қалай? Қай жерде жоғалттың оны? Мен жоғалтқан жоқпын. Үнемі сөмкемде жүретін. Енді қалай жоғалтып жүрсің сен оны? Әмиянымда болған. Демек ұрлап кетті. Мүмкін емес. Қалай ұрлайды? Сен қазіргі ұрыларды білмейсің ғой, Асия. Олар деген көзді ашып жұмғанша ақшаны жоқ қылып кетеді. Ішінде қанша ақша бар еді? 50 мыңға жоқ. 50 мыңға жоқ? Не істейсің? Іздеймін. Мен оны табам. Ал сабақ ше? Қайдағы сабақ маған? Таппағанша мен қайтып келмеймін. Әсия Әмиянын табамын деген үмітпен барлық жерді қарап шығады. Үйге жақындаған сайын жоғалтып алған Әмиянды табу мүмкін еместігіне көзі жете бастайды. Енді не істеймін? Ол көп ақша еді ғой. Алло, сәлеметсіз бе? Мен жұмыс істеп едім. Жоқ па? Жарайды. Болған жағдайдың бір амалын табу үшін Әсия уақытша жұмысқа орналасады. Қайда барса да тәжірибесі мол, күні бойы жұмыс істей алатын маман қажет. Туған туысынан ақша сұрап, оларды әуре қылғысы келмеді. Саяхатқа баруға бір ай уақыт бар. Сол уақытқа дейін ешкімге байқатпай, жоғалған ақшаны жұмыс істеп, орнына қоятынына сенімді болады. Сәлеметсіз бе? Мен Ерлан аға жолығайын деп едім жұмыс жөнінде. Сіз анау таңертеңнен звондағансыз ба? Иә, мен. Бізге бастығымыз айтып еді, техничкадан басқа жұмыс жоқ екен. Техничка? Иә. Ұнамаса басқа жерге бара беріңіз. Жоқ, ештеңе етпейді, бола береді. Кейін өкініп қалып жылап қалмайсың ба? Жоқ, жыламаймын. Ал жалақысы қанша? Жалақысы сол 50 мың теңге ғой. Келсем? Иә, келсем. Келсесің ба? Иә. Жүр, онда мен саған көрсетіп жіберейін, қажет жоқ дегенде. Жарайды. Жүр. Енді не істеймін? Техничка болса техничка. Ең бастысы мен қарызымды осы жалақымен жабуға болады. Мен сабағымды да үлгергім келеді, жұмысты да істегім келеді, бәрін бірге үйлестіргім келеді. Бір жағынан қуаныштымын мен жұмысқа алғанына. Асия. Привет, Назар. Қайда барасың? Мен асығып тұрмын. Айтпақшы, екеуміз кездесеміз деп едік қой. Назар, не істеп кеттің? Киноға барамыз деп едік қой, есіңде ме? Мен 2 билет алып қойдым, үйде күтіп тұр. Кешірші, келесі жолы, иә? Осы уақытым жоқ мен қазір. Назар, привет. Не істеп тұрсың? Ештеңе. Серуендеп қайтсақ қалай қарайсың? Таза ауа демалып дегендей. Қош, көңіл күйім жоқ мен. Қайдағы жоқ біреу менің бетімді қайтарды ма? Кеше ғана күліп жүреді, бүгін әдейі істеді ғой. Әлі артынан талай жүгіретін болады. Охо, Назарды көрдіңдер ме? Қыдыруға шақырсам, менен ешқайда барғысы келмейді. Мені Асиямен салыстырып, Асияға ғашық болып жүр. Привет.
Сәлем. Сәлем. Маған бір чай бере салшы. Шәмен бірге ештеңе жемейсің бе? Жоқ, керек емес. Неге? Ал мына пирожный біздің бардан сізде әдемі қызға кішігірім сыйлық. Рахмет. Бұл не деген ілтипат? Сіз барлық қызға өйстіп істейсіз бе? Жоқ. Бәрімен емес. Сіз сияқты әдемі сұлу қыздармен ғана. Болмай ма? Неліктен болмайды? Тиіспесең болғаны. Сен одан маған бір сұрағыма жауап берші. Айта бер. Ана техничка, тряпка. Қашынан бері бұл жерде жұмыс істейді? Қайсысы? Анау ма? Бүгін тек 3-ші күн ғана болды. Тез келеді, ешкімге қарамайды. Еден жуады да кетеді. Бар білетін сол ғана. Шын айтсам, маған техничкалар онша қызықтырмайды. Бәрің сондай болсын бар. Ау, не дедіңіз? Еш нәрсе, айтқан нәрсеміз ой жерде қалсын. Сонда сен мен анау техничкамен сөйлеседі деп ойлайсың ба? Бірақ сұлу болса, неге сөйлеспеске? Не? Қалжыңдаймын. Сіз онда маған телефоныңызды қалдырсаңыз. Неге қалдырмасқа? Сау бол. Менің уақытым жоқ. Тұра тұрыңыз, есіміңіз? Жанна. Жанна. Сау болыңыз. Жанна Әсия көріп қалмай тұрғанда тезірек кетуге тырысады. Әсия оны байқамақ түгілі келіп кетуші жұртқа да қарауға шамасы болмады. Жинайтынын тезірек реттеп сабаққа үлгеруді ғана ойлаған еді. Оның үстіне жұмыс беруші дұрыс жиналмаған жерді қайта жинатқызатын анық. Алло? Алло, привет, қайдасың? Сабақ басталды. Мен жұмыстарым бар еді, бүгін келе алмаймын. Сен мүлдем келмейін дедің бе? Мұғалім сені сұрады ғой. Бірдеңке ойлап та бармын. Ертең де келе алмаймын. Апайға бірдеңке айта салшы. Жарайды. Пока. Әсия, отыр, сөйлесуіміз керек. Не болып қалды, Болат аға? Камила, сен куртканың қалтасынан алқасын тапқанын айтты. Мен оны алған жоқпын. Енді сен қалтаңда қайдан жүр ол? Оны Жанна салып қойған болатын. Не дейсің? Жанна, менің де, Камила тәтенің де ақшасын ұрлаған болатын. Қарай көр мынаны. Менің қызымды енді жала жауып тұрсың ғой мен қызыма. Менің қызым ешқашан ұрлыққа барған емес. Ол біреулерге қарыз болып қалған, сол үшін ұрлаған болатын, қарызын өтеу үшін. Мен сенен көңілім қалды. Мен сені сондай мақтан тұтып жүредім. А сен істеген мынау өз әпкеңе жала жауып, мұның дұрыс емес. Ол ақшаны да алқаны да ұрлаған болатын. Сенің үшін маған Болат аға. Доғар, болды, бар өз бөлмеңе. Сенің мәселеңді өзіміз шешіп аламыз. Не сұмдық мынау? Біз осы қызды әбден мақтап, асыра сілтеп жүрсек, бұл қыздың істегенін қара. Ұрлық үстінен ұстап алсақ та мойындамай тұр. Ал менің Жаннан болса, Әсия деп әбден бауыр басып қалған. Артынан қалмай, шаң жуытпайтын. А бұл қыз болса, мен қызымды жала жауып тұр мен қызыма. Бұл не деген масқара. Ал менің Камилам болса, дұрыс айтқан екен, басында осы қызды кіргізбеу керек еді үйімізге. Құдайым-ау, Болат аға да енді маған сенбейді. Қалай ақталып шығатынын да білмеймін өзі. Осының бәріне кінәлі Жанна ғой. Бәрін ұрлап жүрген Жанна. Бірақ ешкім маған сенбейді. Енді мен жұмысқа тұрғалы университетке де көңіл бөлмеймін. Егер ағам мамама звондаса, мен ұрлық жасап жүр деп, мамам жүрегі тоқтап қалады ғой. Енді не істерімді де білмеймін. Көзім шұқылайым ба? Алло. Алло, Назар. Қалайсың, Жанна? Жақсы, мен сені ертең бір жерге шақырайын деп едім.
Свидание ма? Жоқ, мен достарыммен болам, сен де кел. Олардың керегі не? Сен маған сенші, керемет шоу болады. Шоу? Көрейік шоуыңды. Мекен жайын жазып бер. Жарайды, мен саған ертең мекен жайын жазып берем, солай ма? Аха, жарайды, онда назар сау бол. Мен Асияның сазайын бергім келді. Кім маған қарсы келеді, дәл осындай жағдайға түсетін болады. Ол менің ата-анама айтып, бәрі жақсы болады деп ойлады өдім. Ешқандай да жақсы болмайды. Жек көрем мен оны, қарық сатсын. Ол ертең өзінің бұл жерде ешкім емес екенін түсінеді. Кейде бұл өмірде жалғыз қалғандай боласың. Өмірлік серігіңді еш уақытта жолықтырмайтындай сезімде боласың. Біреулерге Құдай бақыт бере салады. Енді біреулердің өмірі азапқа толы болатын емес. Бақытқа лайық екеніңді қалай дәлелдейсің? Қайтсем бар қиындықты жеңіп, махаббат сезіміне бөл. Бұл мүмкін бе? Әр әйел затының әйел бақытына құқы бар емес пе? Тек әркімнің оған барар жолы әрқилы. Асия Алматыға Орал қаласынан оқуға келген. Ол жоғарғы оқу орнына грантқа түскен болатын. Асия оқуға бар ынтасын салып, сабағын жақсы оқиды. Туыстары Болат пен Камиланың үйінде тұрады. Туыстарының Жанна есімді қыздары бар. Асия екеуі бір оқу орнында оқиды. Бірақ Жаннаның сабаққа деген зейіні онша жоқ еді. Жанна, сен не істеп жатсың? Мен сабақ оқып жатырмын ғой. Қош, Неге маған кедергі жасайсың? не істеп жатырмын мен? Сен осы қандай адамсың, а? Өзім білем, жоқ екен. Өзім білем не істесем де, түсіндің бе? Оқа сабағыңды. Рахмет, қызым. Молодец, Асия. Олимпиададан бірінші орын алып, бәріміз бір қуанып тастадың. Қойныш аға. Ұялатын несі бар? Бұл орынды өзің жеңіп алдың. Шіркін ай, біздің қызымыз Жанна да сен сияқты бізді қуантып тұрса ғой. Мама, бұл олимпиада кімге керек? Қазіргі заманда бір бет қағаз ешқандай рөл атқармайды. Жоқ, Жанна, үйтіп айтпа. Қателесесің. Бұл деген бүкіл отбасымыздың қуанышы. Соны айтам. Енді біз көршілердің алдында қуанатын боламыз. Ой. Шайын. Болды, жаным, ренжіме. Асия өте жақсы қыз. Ол үлкен қалаға келгелі бері құр қол отырған емес. Сабақты да жақсы оқиды, үйдің шаруасына да көмектеседі бізге. Ал Жанна, менің Жаннам, өте ерке қыз. Оны біз әбден еркелетіп жібергенбіз. Оның сұраған бәрін алып бере береміз. Ал ол Асия сияқты жүлделі орын алған емес. Мынауда бір келіп алып, менің ата-анама қағазға түскен жетістік сымақтарын көрсетіп мақтана берді ғой. Мен бәрібір де ол сияқты болмаймын. Ол келмей тұрып, өмірім тып-тыныш еді. Ата-анам да сол, Асия, осындай болсаң ғой шіркін. Қайдағы Асия? Оның қағазға түскен жетістіктері қазіргі заманда ешқандай рөл атқармайды. Қызық, қайда кетті өзі? Сіз не іздеп жатырсыз? Әмиянымды іздеп жатырмын. Кеше ғана осында салып едім. Не болды саған тағы да? Барып өз бөлмең жөндеп іздеп келсеші.
Иә, мүмкін мен бір жерге қойған шығармын. Мама, сіз кеше дүкенде ұмытып кетіп едіңіз ғой бір рет. Мүмкін осы кезде де солай болған шығар. Ой, Құдай-ай, жетпегені осы еді енді. Жаннаның жақтыртпай жүргенін Әсия жақсы түсінеді. Өзін жақын тартып, бауырына басқан отбасын барынша ренжітпеуге тырысады. Алайда Жаннамен тіл табыса алмай қояды. Әсия қолынан келгенше Жаннаның көңілін табуға тырысатын. Ал, қыздарым менің, біз кешке дейін жұмыста боламыз. Үйдің бәрін жинап, тазалап отыра беріңдер. Сау болыңдар. Сау болыңыздар. Жолдарыңыз болсын. Рахмет. Болат аға мен Камила тәтен қатты жақсы көрем. Басында қорыққам мен Оралдан Алматыға келгенде. Бірақ содан кейін ұқтым, олар маған әрқашан қиын кезде көмектесетін. Бірақ Жанна мен тіл табысуға кішкене қиын екен. Өзі кішкене тұйық қыз ғой деймін. Мүмкін менен қашқақтайтын шығар. Өзім де білмеймін. Бұл күнді Жанна мен Әсия бірге өткізген еді. Екеуі көңіл көтеріп, сергіп қайтады. Мінезі жағынан тұйық болып көрінген Жанна мен Әсия тіл табысқан сияқты. Акция бітпей тұрып, өзіме аяқ киім алып беруім керек. Мен жаңа бір күшті көйлек көрдім, бірақ оны стипендия алғанымды күтем. Стипендия? Сен стипендияң ештеңеге де жетпейді. Стипендия жетеді, маған мысалы. Конечно. О, Жанна! Назар? Сонында не істеп жүрсің? Балдар күтіп тұрғам. Қасында кім? Бұл менің бөлем. Есім Асия. Назар, танысқаныма өте қуаныштымын. Бізге Жанна өзін туысқандар туралы мүлдем айтпайды, әсіресе сіз сияқты сұлуды. Саған не бәрін айтуым керек па? Айтса не болады? Сендер бір универде оқисыңдар ма? Иә, сен де біздің универде оқисың ба? Иә, мен бірінші курс қатыстым. Ендеше универде жолғамыз десей? Иә, бірақ мен сабағым көп. Мұғалімдер де көп сабақ береді. Онда кітапханада. Сен достарың келе жатқан сияқты. Біз де асығып тұрмыз, пока. Жарайды, кездескенше. Осы бір Асия менің жыныма өте қатты тиеді. Оқудан басқа ештеңе көрмейді. Назарды түк түсінбеймін. Қарайтындым жері жоқ қой оның. Оқудан басқа не көріп жатыр? Мен бәрібір де ол сияқты болмаймын. Мәссаған, Жаннан туысы өте әдемі екен. Сабақты ғана ойлайтыны көрініп тұр. Бірақ бірінші курсқа келгенде бәрі сондай болады. Жарайды. Әйтсе де ақша көп жұмсатпайтын қыз екен. Әйтпесе мұнандай үлкен қалада бәрі бұзылған. Екеумізден жақсы жұп шығады деп ойлаймын мен. Жанна Әсияны үйге сүйреп апарғандай болды. Сіңлісіне көзі түскен Назарды ойлап, Жаннаның қаны қараяды. Әсия әпкесінің көңіл күйі жоқ екенін сезіп, кедергі келтірмей сабақ оқуға кіріседі. Жетер! Маған хабарласып берудің қажеті жоқ деп айттым ғой. Жоқ дедім ба, жоқ. Мен саған табам деп айттым. Қалай сөйлесем де өзім білем. Я, конечно. Короче, мен саған өзім хабарласам. Бәрі жақсы ма? Бәрі керемет. Енді тиіспеген сен қалып едің. Келесі күні Әсия топпен тауға саяхатқа бару үшін ақша жинау керектігі жайлы тапсырмалады. Курстастары оған ақша өткізе бастайды. Әсия ақша өткізгендердің тізімін жасап, дәптеріне жазып жүреді. Бұл тапсырмаға Әсия жауапты қарайды. Тізімін қайта-қайта тексеріп, ақшаны ұқыпты ұстайды. Әсияның бар ойы жауапты істі тапсырған ұстаздың сенімін ақтап, курстастарының көңілінен шығу болады. Ішім пісті. Қазір күте тұр. 48 мың, енді 2 адам қалды. Старысты болған қандай жаман? Данил, сен қашан келесің? Ақша жоқ, ертең беремін. Сен кеше ғана кеше деп айттың ғой. Старысты болған қандай жаман? Жүрсіңді қара енді. Ештеңе етпейді, маған қиын емес. Сен аңқау момын болған соң барлық жұмысты саған арта салады. Мен болсам келіспейтін. Жарайды, оңай маған. Сенің жалғыз жүргеніңе де таң қалмаймын. Бар уақытыңды қайдағы бір нәрселерге жұмсайсың.
Одан да бір өзіңе жігіт таппайсың ба? Ләззат, қайдағын айтпаш, қайдағы жігіт? Мен қызыл дипломға бітірем, маған сабақ оқу керек. А көңіліңнен шыққан ешкім жоқ па? Бір жігіт бар, кеше танысқанбыз, бірақ мен оны онша да білмеймін. О, ол кім? Есімі Назар, біздің университетте оқиды. Оған құрмет грамотасын беру керек шығар. Оны көріп, рахмет деп айтқым келіп тұр. Болды, қойшы. Жоқ, шын айтам. О, жаным, Әсия, сабағыңды тастап кішкене маған көңіл бөлсең қайтеді. Саған жігіт болып дауыспен жараспайды екен. Тырысып көрдім ғой енді. Қой, сабаққа кірсейік. Сабақ оқу керек, я болды. Әсия сабаққа тым көп көңіл бөледі. Ең болмаса арасында демалу керек қой. Оның менің өзіме жақын тартатыны қуантады әрине. Әйтпесе оқу деп оқудың соңында жүретін болса, өмір бойы жалғыз қалуы мүмкін. Шынымды айтсам, Назар маған ұнап қалды. Бірақ мен өзімді сабақты қалдырғым келмейді. Және Болат аға мен Камила тәтені де жерге қаратқым келмейді. Бірақ сонда да Назармен сөйлесе бергім келеді. Ол жаман бала емес сияқты келді. Асия? О, Назар, привет. Қалайсың? Жақсы. Сабақ бітті мәне? Я, біткен 1 сағат бұрын. Ой, менде сағат 4 кейін сабақ. Дұрыс, оқы. Оқып жалып кеттім, одан жұмыс істеген артық мен. Асықпа, бәрі өз уақытымен болады. Қайда баратсың? Мен үйге бара жатырмын. Айтпақшы, мен үйге киноға барғым келмей ме? Киноға? Иә, киноға. Киноға мен қаланы дұрыс білмеймін. О, жақсы болды. Менімен жүріп қаланы үйренесің. Қаланы үйренесің? Мен қаланы жақсы білем. Келесі жолы осы жолы үйге қайтайын. Онда келесі жол болса, қазір үйіңді шығарып салуға рұқсат етеді? Мақұл. Әсия Назардың көңіл бөлгеніне қатты қуанды. Университет алдында кездескендерін қайта көзіне елестетіп ойлай береді. Әсия өзін мұндай бақытты сезінген емес. Нәзік сезіммен ойға батқан күйде үйге асығады. Алайда үйде қандай жағдай күтіп тұрғанын білмеген еді. Тух, құрық беткір. Қайда кетіп қалды? Еш жерден жоқ. Камила тәте? О, Асия, қалайсың? Жақсы, сіз не істеп жатырсыз? Алқамды таппай жүрмін. Менің алтын алқамды сен білесің ғой? Я, сіз осында қалдырдыңыз ба? Қалдырдым ба, қалдырмадым ба, есімде жоқ. Соңғы кезде не болып жатқанын түсінбеймін. Алдымен ақшам жоғалды. Енді міне алтын алқам жоқ. Жарайды, уайымдамаңыз, табылып қалар. Қараңғалғырай, соңғы кезде не болып жатқанын түсінбеймін. Заттарым бірінен кейін бірі жоғалып, алдымен ақшам жоғалды. Одан кейін әшекейлерім жоғалды. Басында ойладым, өзімізден біреулер алып жүрген шығар деп. Бірақ Болат екеуміз өзіміз ұрламаймыз ғой. Ал қызымыз Жанна туралы олай ойлағымда келмейді. Қызым күні бойы сабақтан қолы да тимейді. Мүлдем тіпті бөлмесінен де шықпайды. Миым ашып кетті. Алло, я, привет. Ой, я, ага. Мынау несі? Масқара. Сұмдық қой мынау. Ой, Алла. Ой, Құдай. Не деген сұмдық мынау. Мен бөтен ешкімнің затын ақтарған емеспін. Аяқ астынан Әсияның сумкасының ішіндегі әмиянға көзім түсіп кетті. Іші толған ақша. Ойладым, мұндай ақша студентте қайдан болады деп. Бірақ жаман ойламауға тырыстым. Басыңа неше түрлі нәрсе ойлар келеді екен. Білмеймін не істерімді. Әсия, шайға жүр. Қазір. Әсия университетке кетеді. Назарды көруге асыққан еді.
оқуына кетіп бара жатып өзі нендей нәрсе күтіп тұрғанын. Ата анамның мақтаған әсет, енді қалған назар соған өзінің көңілін аударып жүр. Жыным келеді тура. Алло. 5 минут сайын звондай бермеш, қазір барам. Түсіндім. Маған да осы керек. Ой, Асия, кездесіп қалғанымыз қандай қызық болды. Мама, сәлем. Асия, сәлем. Қалайсың балапаным? Жақсы. Жағдайыңыз қалай? Ой, жағдайым қалай болушы еді? Жұмыстан қатты шаршап жүрмін. Мама, мен сізге айттым ғой, сізге бұрыннан демалу керек. Иә, дұрыс айтасың, демалу керек екен маған. Онда мен қазір чай қойып келейін. Шай ішейік. Иә, сөйте қойшы балапаным. Отырып, жақсылап шай ішейік. Ой, қатты шаршадым, мен кішкене демала тұрайыншы. Мама, ау, сіз онда демалып алыңыз, е? Иә, кішкене демала тұрайын. Мен қазір келем. Ой, осылай тастап кетеді. Мынау не? Мынау менің алқам ғой, қайдан жүрсе де? Қандай алқа? Міне мынау. Әсия Алматыға Оралдан келіп оқуға түседі. Мектептің үздігі болған. Университеттегі сабағында жақсы оқиды. Туысқандары Болат пен Камиланың үйінде тұрып жатыр. Онымен бірге туысқандарының қызы Жанна да оқиды. Әсия топпасы болғандықтан ұстазы ақша жинауды оған тапсырады. Алайда Әсия жинаған ақшаны аяқ асты жоғалтып алады. Жұмысқа орналасып, жоғалтқан ақшасын қайтарғысы келеді. Жұмысынан ұялғандықтан Әсияның еден жуып ақша тауып жүргенін ешкім білмейді. Жанна анасынан ұрлаған алтын әшекейді Әсияның күртешесінің қалтасына салып жібереді. Қалтасынан әшекейін тауып алған Камила Әсияны ұрлық жасайды деп кінәлай бастайды. Алқан курткама қалай түсіп кеткенімді өзім де білмеймін. Себебі мен ешқашан ешкімнің затын алған да емеспін. Ол менің тәрбиеме ондай жатпайды, жат нәрсе. Тәтем маған енді бір ұрлықшы секілді маған қарайды көз. Енді мен қалай дәлелдеймін мен өзім ұрламағанымды? Мен мұндай деп мүлдем ойламаппын. Әсияны тәрбиелі қыз, үздік студент деп ойлап жүрсем, мүлдем қателесіппін. Менің үйдегі ақшамды да, әшекейлерімді де бәрін алып жүрген осы Асия екен. Масқара осы қызды басынан үйге қайдан ғана кіргізіп едім. Өзіме де обал жоқ. Істеп жүргені мынау. Бар нәрсені үйден тасып отырған ғой. Шыныңды айт, тағы не алдың? Мен сізден ешқашан ештеңе алған емеспін. Бетің бір кетпей өтірігіңді айтып отырсың маған келіп. Мен сізге шын айтам. Сен өзіңді көрсеттің. 40 мыңдай ақшаны қайдан алдың? Группаға жинаған болатын, саяхатқа бару үшін. Саяхатқа дейді ғой. Шын айтам маған, сенің шын айтам. Қайда қазір ол ақша? Жоғалтып алдым. Мынаны қара, жоғалтып алдым дейді. Мен шын айтам, тәте. Болат ағаң келсін, екеуіміз сенімен жақсылап тұрып сөйлесеміз. Мен сенің өтірігіңе тойдым. Арсыз неме, ұятсыз неме. Не деген оңбағансың? Ұяттан жұрда екенсің сен өзің. Әсия ұяттан кірерге жер таппады. Далаға таза ауа жұтуға шыққанда Жаннаның ұял телефонымен сөйлесіп, біреумен ұрсып тұрғанын байқайды. Ей, ақшаңды қайтарам деп айттым ғой, не болды сонша? Сонымен қашан қайтарасың? Бүгін берем деп ойлағам, бірақ болмай қалды. Әзірше мынаны ала тұр. Мынаны? Мына затпен істейме? Ертең сен туғандарын арыз болса, мен де ұсталынамын ғой. Ақшамен қайтаратын бол. Бүгін бермесем, бір аптаның ішінде қайтарам.
Давай, сен сияқтыларды білем. Ақшаны аласың, қайтара алмай жесің. Ей, көп сөйлемеш. Қарызымды қайтарам деп айттым ғой, болды. Жарайды. Сен өкініп қалмай. Әйтпесе сен басқа жолмен табатын боласың ақшаны, түсіндің ба? Бұны қалай түсінсе болады? Жанына бір қайдағы біреуге сонша ақша беріп, түк түсінсем бұйырмасын. Мүмкін ол бүкіл затты ұрлаған шығар, алқаны, ақшаны, сол қарызын өтеу үшін. Жанна бүкілін ата-анасын айту керек. Әйтпесе мен үйден қуып шығады. Жанна! Кім анау жігіт? Сен мұнда не істеп жүрсің? Мен бәрін естідім. Нені естідің? Сен екен бәрін ұрлаған. Сен басың істей ма? Ата-аналар мені көріп жүр, мен ұрлады деп. Айналайын. Проблемаңа мені араластырма, түсіндің ба? Бәрін естідім, сен ұрлықшы екеніңді. Ұятсыз. Екінші рет аузыңды ашатын болсаң, жаныңды шығарам. Енді мен аңдығаны қалып еді. Маған бірдеңе деуге қалай дәті барады оның. Одан басқа өзімнің шаруаларым да көп. Өзіне де сол керек. Енді ол менің орнымда болып көрсін. Келесі күні Әсия жұмысына барады. Жанна артынан аңдымақшы болады.